Осындай күшті эффект жасау үшін бізге керек эффектпен постирайстан. Бұл эффектті қолданбас бұрын бізге керекті осы видео толық видео салсақ болады, немесе керек жеріне, мысалға керекті бір бөлігіне қойсақ, сосын сол жерден нәтижесін көруге болады. Мысалы, мына бөлігіне қолдандық. Эффект контролда мына frame right-тенді 24-тен 6-ға өзгертеміз. Сосын нәтижесін көреміз. Міне көріп отырсаңыздар, видео қозғалып жатыр. Оны тағы да баяу қылу үшін 4 қылсақ болады. Тағы да осыған осындай эксперимент жасап көрсек болады. Мышканың оң жақ бастырмасы бар, speed duration тауып аламыз. Бұл жерде көбіне 100 тұрады. Оны үлкейтіп, мысалы 150, 180, 170 қояды. Біз бұл жағдайда 160 қоямыз. Видеомыз қысқарды көріп тұрғандай. Жылдамдықты үлкейтіп не қысқартқан сайын видеомыз не қысқарады, не ұзарады. Соның бір нәтижесі ретінде осыны көруге болады. Мысалға көргенімізде осындай болып өзгерді. Көріңіздер, қолданыңыздар. Қазақша контенттің көп болуына қолдау көрсетейік.